Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті берешектермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары Айбол Аман мырза, қош келдіңіз дейміз. Заңгер Бекнұр Жалғасов, экономист Ләззат Жанмолдаева, экономист Сапарбай Жобаев мырза, экономист Гүлнұр Аязбаева, қош келдіңіздер. Енді қаржы министрлігі әзірледі, парламенттің қос палатасы мақұлдады, президент қол қойды, банкроттық туралы заң күшіне енді. Енді бұл енді халыққа бағытталған заң ғой. Сондықтан біз енді заңды алдымен халықтың өзінен сұрап көрдік. Банкроттық туралы естідіңдер ме? Не білесіңдер деген секілді. Қысқаша тыңдап көрейікші. Режиссер, экранға берсеңіздер. Мен ойлауымша бәрібір алған нені қайтару керек қой, әйтпесе банкрот болса. Ойбай, мен банкротсың болды, түк білмеймін, ештеңке білмеймін деп ол дұрыс емес. Естуім бар, енді кімдер болғанда шынымен карантин мәселесінде, карантин кезінде өз-өзінің бизнесін қолдаймыз деп айтылды, енді негізінде шын жүзінде қолданған жоқ, бұлай шынын айтқанда. Солар енді банкрот жариялау керек қой. Енді банкрот жарияламаса, оны ары қарай жүргізу, жұмыспен қамтамасыз етіп тұру, оның да өз оңай нәрсе емес. Банкроттық туралы заңның пайдасы бар, әрине пайдасы бар. Дұрыс, болу керек. Ол туралы шыны керек естуім жоқ, потому что жаңалықта көп көре береміз ғой, қазір интернет дамыған заман болғаннан кейін көбінше телефонда. Ол негізі жақсы, оны толықтай келісемін, ол өте жақсы. Неге десеңіз, қазір заман сондай болды ғой. То есть көбінше көп адамдардың істері дұрыс алға жүрмей қалады. Кейбір кісілер көптеген несиеге тұрып қалады. Енді көріңіздер, әртүрлі пікір, әртүрлі көзқарас. Енді Айбол мырза мойындау керек шығар. Әлі насихат жоқ, насихат өте аз, елдің арасында. Көпшілік әлі түсінбей жатыр. Жарай, заңда қабылданған күннің өзінде де бұл жерде бізде сот жүйесі бар, қаржылық ұйымдар бар, басқа да ведомстволар бірлесіп жұмыс істеу керек қой. Тым біз президент айтқаннан кейін асығыс шала жансар қабылдап жүрген жоқпыз ба? Енді бұл заңнама жалпы 2015 жылдан бері, 2010 жылдан баяғыдан келе жатқан заңнама негізі. Ол аспаннан келіп түскен жоқ, ол баяғыдан ойластырып жасалып келе жатқан заңнамалардың бірі. Жалпы бұл заңнаманың өзі көптеген әлеуметтік мәселелерді қозғағандықтан бірден қабылдау жүйедің өзі өте қиын мәселе болғандықтан осы күнге дейін созылып келеді. Яғни бұл жерде тек қана біз жеке тұлғалардың мәселесін қозғамаймыз, біз өзіміздің экономикалық сектордың белгілі бір басым бөлігін қозғап кетуіміз мүмкін. Ол яғни банк, қаржы саласын қозғаймыз. Одан бөлек бұл тек қана жеке тұлғалар банк алдында қарыз болмайды ғой. Ол тек қана басқа тұлғалардың алдында қарыз болады. Яғни ол бір мекемеде жұмыс істеп жүріп қарызға кіріп кетуі мүмкін. Ол қарыздарды да кешіреді бұл банкроттық. Тек банкпен де байланыстыруға болмайды дейсіз ол жерде. Бұл тек қана банк емес, банк алдындағы қарыз емес, микрокредиттің қарызы емес. Ол салықтан да қарызы болуы мүмкін. Әртүрлі мәселелер бар. Ол халықтың бірінші мақсат, әрине банк көп болған соң банк деп ойлаймыз, бірақ банктен бөлек тағы да басқа тұлғалардың алдындағы қарызы да есептенеді. Бүгінгі күні ауыл шаруашылығы заводтардан болашақ өнімге деп ақша алып алады, мысалға. Өнім өнбей қалады, бірақ қарыз бәрібір де бойында тұрады. Сол кісілердің де қарызын жоюға ол мүмкіндік береді. Ол заңнама жалпы. Ол тек банктың алдында емес, сондай жаңағы осы бір мақсаттары бар өзінің. Түсінікті. Сапарбай мырза жалпы дұрыс айтады. Біз осы жеке тұлғаларды банкрот деп тауып институтын енгізуіміз керек деген мәселені білмеймін. Талай жыл болды көтеріп келе жатқанымызға. Бұндай заң керек деп кезінде Назарбаев та айтқан 2014 жылы Ақ жол партиясы да бұны көтерген. Бірақ енді банк секторлары мен үкімет түрлі сылтаулар айтып кейінге шегеріп келді. Енді халықтың арасында сол қаржылық лоббиделердің арқасында бұл заңды қабылдауға мүмкіндік бермеді дегенде пікірлер бар. Сіз қалай ойлайсыз? Мен енді олай ойламаймын, бұл өзі өте күрделі мәселе. Мынау Европа сияқты мемлекеттердің өздері де өте бір әртүрлі. Мәселен, Германияда қандай болса Францияда, екеуінде Европалық бір дамыған мемлекет қой, бірақ екеуінде екі түрлі көзқарас бар. Америкада бұның басқа да, Ресейде өзі ұзақ соңғы бір 3 жылда ғана қабылдады меніңше. Өте күрделі қабылдау. Енді мен ойлаймын, бізде қазір қабылдадық заңды, осы біз енді 1 жылдан бері талқылап келе жатырмыз ғой, осы телевизордан да айтып, барлық жаңа осы мынау қаржы министрлігі, комитеттер қараған кезде біз көп пікірлерді қарадық. Біздің Қазақстанның халқының әдет-ғұрпына тура келмейтіндерін сәл арқаға сүрдік. Осы мәселеде қаралды. Ал енді бірақ бұл керек заң. Неге? Себебі бізде мынау нарық заңына өткеннен кейін адамдар несие алу, бұл енді
Алла өзі кешірсін ғой, бірақ несие алу, оны пайыз төлеу, бұл бүгінгі күндегі біздің дамуымыздың бір тетігі сияқты. Бұл норма дейсіз. Сондай кезде кездейсоқ жаңағы жұмыссыз қаласын, не болмаса ауырып қаласын, не болмаса басқа да бір себептермен төлей алмай қалған жағдайда біз енді соған жетіп келіп жатырмыз да. Осы шиеленіскен нәрсе енді келіп жатыр. Себебі халқымыздың бүгінгі күнде енді кейбір деректерде 1 миллион дейді, кейбір деректерде 500 мың дейді. Адам бір жылдан бері жаңағы несиесі қайтармаған адамдар бар. Солардың тағдыры не болады? Қалай шешеміз оны? Әрине оның барлығын шешеді деген әңгіме емес. Мен жаңағы мысал ретінде айтып жатырмын, Ресейде осы 3 жылда бар болған 19 мың адам жаңағы өзін банкроттық деп, соттың шешімімен банкроттық болыпты. Ал бізде енді ол қандай нәрсе болады ол? Қалай болады? Бізде көбірек бола ма, жоқ азырақ бола ма? Бірақ айналып келгенде бұл керек қой. Керек нәрсе екендігі үшін дер кезінде қабылданған заң деп айта аламыз ба? Енді кешіктік десек те болады. Тіпті кешіктік десе болады. Түсінікті. Жаңа енді директор, мен де ашық көздегі біраз ақпараттарды түртіп алдым, назарларыңызға ұсынайын. 5 жыл бойы, мүмкін сіздердегі дерек басқадай болуы да мүмкін, 5 жыл бойы кредитін жаба алмай жүрген азаматтардың саны 365 мың дейді біздегі. Олардың қарызы 504 миллиард теңге. Ал енді кредит төлеу мерзімі 90 күннен асып кеткен азаматтардың саны 1 миллион 400 мың адам. Сол ортақ сома міне 1 триллион 449 миллиард теңге дейді. Экранға да беріп қойып отырмыз. Бұлай қарасақ енді миллиондаған адамға қатысты біздің талқылап жатқан жалпы өз қарыз, бұл несие өте өзекті мәселе ғой. Енді Ләззат ханым, сізден сұрағым келген осы кредиттің уақытында неге ел жаба алмайды? Осы себептеріне тоқталайықшы. Енді пайыздық үстемесі жоғары дейміз ғой, айналып келгенде табысының төмендеуі ғой бұл, солай ма? Әрине, халықтың қазіргі жағдайда өзіміз күнде ылғи да айтып жүрміз, күнделікті алатын тамақтануының өзін, ішетін жейтін тамағын қазір мына Каспий реті арқылы алып жатқан біздің көптеген отандастарымызды, азаматтарымызды көріп жатырмыз. Бұл егер өзінің ақшасы жеткілікті болса, төлей алатын болса, ондай жағдайға дейін жетпеген болар еді. Яғни халықтың төлем қабілеті өте төмен. Сондықтан олар ішіп жем тағамын осындай жаңағы несиеге алып ішуге. Тіпті сіз былай барып қарап отырсаңыз, өткенде біреу төлеп тұр, менің алдымда тұрды, 12 айға бөліп төлеу. Каспий ретсіз ақ 12 айға сіз тамақ алатын болсаңыз, сондай жүйенде іске қосып қойған екен. Сонда енді қазіргі жағдайда біз толығымен айта аламыз, Сапарбай Досжанович те айтып жатыр ғой, біз кешіктік деп. Шынымен де осы заңды сәл ертерек қабылдаған кезде мүмкін осындай жаңағы қазіргідей адамның саны көбейіп, мынандай берешектердің мөлшері бүйтіп мұншалықты дәрежеде өсіп кетпеген болар еді. Бұл жаңағы біз көпшілікте айтамыз, қазір халықты жаңағы біз осындай неге үйретіп жатырмыз, жаңағы жатып ішіп масылдыққа үйретеміз деп осы әңгімелер көп қозғалады. Мен соған түбегейлі толығымен қарсымын. Өйткен себебі халықтың біріншіден жаңағы жұмыспен көпшілігі қамтылмаған, екіншіден айлық алатындардың айлық табыстары төмен. Мысалға қазір бізде экономикада күнделікті мынау базалық ставка өсіп жатыр дейміз, бүкіл жаңағы тауарлардың бағасы осы алдында ғана көрсетіп жатыр. Нағыз қажетті бір 19 тауарды осы жаңағы стабилизационный фонд дейді ғой, тұрақтылықты ұстап тұратын, сол арқылы ғана ұстап тұрса, олардың өзінің алуға халықтың шамасы келмей жатқан жағдай бар. Ал сонда біздің мемлекеттегі қарапайым халық онда масылдыққа үйренетін болса, сонда кімдер жақсы өмір сүру керек? Мысалға сондай бай, өте жаңағы табыстары мол, жан-жақтан үй алып жатқан, осы қазір айтып жатырмыз, шетелден қайтарып жатырмыз, осы жақтағы жаңағы кезінде өздеріне жекешелендіріп алған жаңағы дүние мүліктерін қайтарып жатырмыз дейді. Сонда біз жаңағы халықтың төлем қабілеті төмен, табысы төмен, олар солай болса да масылдыққа үйреніп кетеді деп осындай алдын ала бір шектеулерді қоямыз да, ал анау байып жатқан 162 жаңағы адамның сонда толға беру керек па? Сонда сол жағында менің үлкен жаңағы нем бар. Бұл жерде халыққа көмек міндетті түрде керек. Бұл заң біріншіден кешікті, екіншіден бұдан да басқа да осындай жаңағы тетіктерін халықты ең бастысы жұмыспен қамту керек. Ешкім ек қалтасын қолына салып, бәрін маған кешірді. 30 жылда жиналған проблема, бірақ ең соңында келіп халықты кінәлау сол, олар деген жеңілдікке үйреніп кеткен, барлығы осылай жаңағы тегін алғысы келеді дейді. Сондағы беріп жатқаны жаңағы атаулы әлеуметтік көмек, жаңағы жағдайлары төмен отбасыларға беріп жатқан кішкене жаңағы 42.500-дің айналасындағы ғой. Сосын жаңағы отбасында бірнеше жаңағы көп балалы, ол да осы биылғы жылдан бастап көп кешігіп барып, енді іске асқалы жатыр. Мысалы, 1,5 жыл оның шамалы бір тиын тебен қосып көбейтіп қойып жатыр. Сондықтан бұл неге толығымен келіспейді. Мен ойлаймын, бұл жерде біз екінші деңгейлі
институттарына, банктерге де жауапкершілікті күшейтуіміз керек секілді. Мысалы үшін, бұлар жұмыс уәдесі белгілі ғой. Мен кредит алуға бардым, банкке. Қосымша қандай табысыңыз бар деп сұрайды міндетті түрде. Сен жоқ болса да сенен несие алуға мүддесің ғой, қайтсең қарыз алуың керек. Қосымша мен табысым 200-300 мың деп көрсетесің, кейбіреулер өздері кеңес беріп жатады. Бұлай жазу керек деп. Яғни сенің табысыңды қолдан арттырып, оң солды қарыз берудің бір амалы ғой. Бәлкім халықтың белшесіне қарызға батуына да бұл да бір себеп деп айта алатын шығармыз өйткені. Әрине. Егер тіпті ол қосымша табысы жоқ болса да, үстіндегі мысалы шапкасын алып қалу деген бізде қазір кең дамып кетті ғой. Ол енді жасырын нәрсе емес, Мысалы, бір банктың менеджері алады да сізге жасап береді, сіздің ойыңыздағыны өз кезегінде ол қызмет үшін белгілі бір мөлшерлеме алады. Бұл қалыптасып кетті уже бізде банк саласында. Және бұл ешкімнен жасырын жүйе емес. Сондықтан бұл бізде кішкене соның кесірінен бізде кішкене заңсыздық орын алып жатыр. Ал екінші мәселе бізде бұған себеп болып тұрған. Бізде нақты жалақы мен орташа жалақының, минималды жалақының бір-бірінен алшақтығы өте. Бізде мысалы кез келген кәсіпорынның басшысын алсаңыз, орташа жалақысы өте жақсы көрсеткіш, ал минималды жалақыдан ол әлде қайда бөлек сан. Біздегі барлық есептеулер орташа жалақыға негізделіп жасалады да, ал нәтижесінде зардапты орташа жалақыдан төмен жалақы алатын, сондай табысқа өмір сүретін халық зардап шегеді. Бұл негізгі себебі негізінде. Өйткені халықтың шынайы табысы оның қажеттіліктерін толық өтей алмайды. Төлем қабілеті өте төмен ғой халықта. Бағаның өсімімен табыстың өсімімен пара-пар. Бұның ең зор ақысы доста кете берсе, бұның арты үлкен бір әлеуметтік толқуға алып келуі. Енді қараңыз, жаңағы бізде кестеден көріп отырғанымыздың өзінде 5 жыл бойы төлемегендердің саны қаншама, бұның өзі, яғни ол азамат әлі 5 жылдан бері жағдайын реттей алмай жатыр, реттеуге мүмкіндік болмай жатыр дегенді білдіреді. Ол тағы кредит алады, оны жабу үшін тағы алады. Сосын, оның бәрі бізде айналып келгенде әлеуметтік жағдайдың әсерінен шығып тұрған салдарлар. Одан кейін қаржылық сауаттылық мәселесі де бар ғой енді. Заңгер ретінде айтыңызшы, біз көбінде осы көшесін оқып шығып жатқандарды екен саяқ бізде келісімшарттың пайыздық үстемесі бойынша да. Бұл жерде айта кететін мәселе, кез келген банкке барсаңыз әдемілеп жарнамасын іліп қояды. Кез келген адам келеді, келген адамның мақсаты ол жерге жай ақпарат алу емес, көздеген мақсат ақша табу. Ақша алу қалай да болса да. Сосын банк қызметкерлері айтады, мынандай бағдарламалар, бірақ сіздің сомаңызға жету үшін қосымша осындай табыс көздері сізде қаралуы тиіс деген сияқты. Сосын амалың жоқтығынан ол сондай әрекетке барады да, ана қақпағына ілінеді. Жаңағыдай жағдайға ше. Ол менде де қаншама мысалы үшін клиенттер келіп жатыр, күнде Атыраудан, Батыс жан-жақтан микроқаржылық ұйымдары болсын, екінші деңгейлі банктар болсын, бір кредитін жабу үшін тағы да үстіне алып жатыр. Мана заң қабылданған кезде күнде жазады, аға қашан қабылданатын болды, не істейтін болды. Сол кезде мен егжей-тегжейін айтып өтем, айналайындар, оны қуанудың айтады ғой, одна сторона медаль дейді. Қуанудың бір жағы бар, бір жағынан өкінудің екінші жағы бар. Сіздер о заңның қабылданған өзінде де 10 адамның 3-еу болмаса 5-еу іліксе ілікті, қалғандар ілікпей қалуы мүмкін. Сондықтан ертең күнін қам ойлау керек, не істейді дегенді деп ше. Сондықтан мына жерде қазіргі заң, Жәкеңді айтып жатыр, кеш қабылдады, бірақ ештен кеш жақсы. Біз енді жүре көш түзеледі дейді ғой. Сондықтан біздер осыны басшылық ала отырып, мемлекет тарапынан қоғамдық ұйымдар бар, елбасы әйтеуір осы назарын, көзқарасын қазір салып жатыр. Заң жүзінде егер осы нақты бір бағытта жұмыс істейтін болса, көптеген мәселені шешіп тастаған біз көзім жеткілікті болған. Өткен жаңа 5 жылдан бері төлемейтін адамдар бар дейді. Ол 3 ресімге бөліп тастаған мысалы. 5 жылдан төлемейтін адамдарға ол мысалы үшін айтуға болады, сот арқылы шешуге болады. Болмаса сотсыз мысалы үшін ымыра жасау арқылы борышкер мен кредитор банкке барады, сотқа жүгінеді да, анау өзі қаржылық ұйымдастырушы бар, назарын ауырады да, талап шартты ана жерде түзет. Ол жерде мысалы үшін, ой, жоқ, бұл кейбір адамдар мынандай түсінік болуы мүмкін. Ол дайындалған бағдарлама, ол шарт алдын ала жасалып қойған, тек қол қойып, жоқ. Егер тараптардың біреуі ана шарттан қол қойдан бас тартса бітті, ол шарт жасалмаған болып есептейді. Сондықтан халыққа кішкене де болса көзқарас, бетбарыс бар осы заңда. Жақсы. Енді проблемаларды талқылап жатырмыз. Айналып келгенде бүгінгі көтеріп отырған тақырыпқа арнау болып отырған бұл жеке тұлғаларды банкрот деп табу институты заң жобасы дейміз ғой. Осының енді өзіне тоқталайық. Кімдер банкрот деп өз-өзін жариялай алады, нендей талаптар бар, нендей шектеулер бар деген секілді. Ал мен 3 түріне тоқталайық,
бұл жерде енді міне соттан тыс банкрот деп жариялады, сот арқылы және төлем қабілеттігін қалпына келтіру. Енді бұл жерде бір-бірімен араластырмай бір жеке-жеке тоқталсақ деген, менде ұсыныс біз көріп отырған көрермендерге де бір жағынан пайдалы кеңес болсын. Соттан тыс банкроттық. Бұған кімдер жүгін алады, кімдер өтін бере алады? Осыдан бастайықшы. Жалпы соттан тыс банкроттыққа ең бірінші ол азаматтың табысы болмау керек, жеке мүлкі болмау керек, және де ол мүліктің белгілі бір үлесі болмау керек. Яғни ерлі зайыптылар болса үлесі болуы мүмкін ғой. Сондай болмау керек. Және де ол азаматтар соңғы 12 ай несие төлеу бойынша, қарызды төлеу бойынша еш төлем жасалмау қажет. Сонымен қатар соттан тысқа жаңағы айтылып кеткен 5 жылдан артық жалақы төлемеген, яғни несие қарызын өтемеген азаматтарды қарастыруға болады. Сонымен қатар 6 айдың ішінде айлық есеп әлеуметтік көмек алатын АСП дейді ғой, қауыршалап айтқанда халыққа жеткілікті. АСП алатын азаматтар осы соттан тыс банкроттықтың шарттарыменен өзін-өзі банкрот деп жариялауға мүмкіндік бар. Яғни осы азаматтарға арналған өзіндік бір ерекшеліктері бар. Яғни ол ең басты алғы шарттары, яғни 5 жыл егер несиесін төлемесе, сәйкесінше оның табысы жоқ. Оның белгілі бір олар өзін-өзі банкрот деп жариялайды. Яғни табысы жоқ екенін дәлелдеуің керек. Ол енді 5 жыл бойы несиесін төлемеген адам табысы жоқ қой енді. Бір сөзбен айтқанда, оны сот орындаушылар белгілі бір іс-әрекеттер жасады қарызды өндіріп алу үшін. Одан ақша түспеді. Сәйкесінше ол өзін қарызы 5 миллионнан асып кеткен болса да, ол өзін-өзі соттан тыс банкрот деп жариялауға құқығы бар. Не болмаса жаңағы АСП алатын азаматтар қарызы көп болса да, 5 миллион 500-ден сотқа арқылы банкрот болатын азаматтардың өзі, егер табысы қарызы өзін-өзі соттан тыс банкрот деп жариялай бере алады. Егер 10 миллион қарыз болсын, айтарлық. Өтінімді қайда өткізеді? Не істейді олар бұл үшін? Жалпы бүгінгі күні өтім бізде халықта кең тараған ЦОН дейді ғой, енді қазір халыққа қызмет көрсету орталықтары және біздің мемлекеттік кірістер органдары, жергілікті органдарда, басқармаларда қазіргі күннің өзінде уже құрылған, білікті мамандар белгіленген, қазір келіп ақпарат алса да болады. Айта кетерлік жайт, қазір көп тарап кетті, жығылғанға жұдырық болып, Инстаграм әртүрлі жерлерде белгілі бір қаражат мөлшерінде жасап берем деген азаматтар қаптап келе жатыр. Бірден осы жерді пайдаланып айтайын, ол ештеңе төлеп керегі жоқ, мемлекет тегін қарастырады, яғни ақпарат керек болса келсін, бізде қызметкерлер бар, түсіндіреді, айтады, және де оның барлығын мамандардың бұның бәрін түсіндіріп бере алады ма, жергілікті ме олар? Бүгінгі күні біз оқу жүргізіп жатырық мамандармен, белгілі бір сараптан өткізген сонымен, яғни мемлекеттік қызметкерлермен барлығымен оқу жүргізілді. Тағы да 3 күнге барлығын елордаға жинап, білікті мамандар тағы да дәлелдеп оқытып шығарамыз. Сәйкесінше бұл бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр қызу. Жалпы бұл заңнама неге наурыздан бастап қабылданады? Бұл заңнамаға қосымша тағы да 18 заңнамаға өзгеріс енгізу қажет. Сондықтан осы 60 күндік біз уақыт алып отырмыз. Яғни қосымша заңнама... Яғни көрермендерге айта кетейінші, өтінім қабылдау наурыздан басталады. Наурыз айынан басталады. Яғни барлық қосымша заңнаманы жүргізу, материалдық техникалық базаны дайындау үшін негізгі заңнама қажет болғандықтан. Негізгі заңнама қол қойылды, сәйкесінше қосымша заңнама жүргізіліп жатыр. Материалдық техникалық база бүгінгі күні іске жасылды. Яғни тест дейді ғой, бір байқау жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні бұйырса наурызға дейін ол іс-әрекеттердің бәрі жүзеге асырылып, халық үйде отырып та бере алады. Негізі келу міндетті емес. ЭЦП кілті бар, электронды түрде отырып, ЕГОВ қызметі арқылы кіріп. Бұл жерде қазір алаяқтардың да көбейетіні белгілі. Қосымша ақша жасап қалып. Осы жерде бір қоса кететін жайт бар. Жаңағыда соттан тыс деп жатыр ғой, көрерменнің құлағына алтын сырға. Банкроттық деп табылмайтын тағы да бір критерия бар. Ол алименттік төлемдер бойынша жауапкершілігі бар. Және де өзінің іс-әрекеті бойынша біреудің денсаулығына, болмаса да қандай да бір іс-әрекеттеріне міндеттеме пайда болатын болса, және Қазақстан Республикасы ұлттық заңнамасының кейбір міндеттемелері бойынша осы топтағы адамдар бұл банкроттыққа еш қатысы жоқ. Кейбіреулер сондай пиғыл пайда болуы мүмкін. Мен алимент осы жерге банкротқа бере салсам өтіп кетеді-ау деген сияқты. Ондай санатты адамдар бұл жерге жатпайды. Қылмыстық жауапкершілікке тартылған азаматтарды өзін банкрот деп жарияламайды. Яғни қылмыстық жауапкершілікпен және екінші мәселе жаңағы банкрот, сотпен банкроттану ол яғни жаңағы бірінші сатыда соттан тыс банкроттықта тек қана банк, микрокредит, коллекторлардың алдында қарызы бар азаматтар ғана бере алады. Ал сотпен банкрот болу, яғни оның қарызы 5 миллион 500-ден жоғары болады, немесе басқа өзге де кісілердің алдында қарызы болған адамдар банкрот сот арқылы банкрот дей алады. Яғни соттан тыс деген ол 5 миллионға дейінгі қарызы барлар дегенді түсіну керек қой бізге. 5 миллионға дейін және тек қана банк, микрокредиттердің алдында қарыз болу керек. Ал соттан тыс, сотпен банкрот болу, салықтан қарыз болуы мүмкін, үшінші бір басқа тұлғаларға қарызы болуы мүмкін.
және де олардың мүлкі болуы мүмкін ол азаматтардың. Олар өздерін сол кезде сол жағдайда банкрот деп жариялайды. Осы жерде бір нәрсені анықтайықшы, коллекторға өтіп кеткен болса, жаңа микрокредит ұйымынан коллекторға өтіп кетті. Ол да коллектордың алдында да банкрот деп жарияласа болады. Банкрот деп жариялады, мөлшеріне қарай, егер де 5 миллион 500 асып кеткендердің бәрі коллекторда жатыр, бұлай қарасаң жаңағы соттан тысқа бере береді. Егер де 5 миллионнан асып кетсе, онда сот арқылы береді. Бүгінгі күні азаматтар мысалы көлік алады, айдап жүреді да көлігін соғып алады, мысалы көлік жарамсыз болады. Бірақ оның банк ол көлікті бірдеңе қылып сатады, үстіндегі үстеме ақыларға алып қояды мысалы. Соның барлығы өзін-өзі банкрот деп жариялап, нете алады. Және бір алғы шарт, ешкім ол кісіні міндеттеп банкрот қыла алмайды. Яғни ол өзін-өзін ғана банкрот деп жариялайды. Бұл да ерікті түрде дейсіз. Өз тарапынан ғана өтініш береді. Оған мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады, бірақ ол кісіні банкрот деп ешкім жарияламайды. Тек қана өзі банкрот деп жариялайды. Және де үшінші шарты бірден айта кетейік, ол төлем қабілетін қалпына келтіру. Екі шараны қолданбайды. Жаңа екіншіге тоқталып алайықшы, сот арқылы банкрот дедік қой. Бұл жерде енді атында енді жеке мүлкі болатын болса, оның барлығын банк тәркілей алады ғой, сатылмау қойып. Кепіл заты болмаса, осы жерде қосылып кетеді. Мемлекет тағы да осы жерде бір халыққа жағдай беріп отыр да. Мысалы үшін ол кепілге қойған жалғыз басты үйі болатын болса, мәселе үйінде. Көп назар біз үйге саламыз да, мемлекет оны ала алмайды. Кепілге қойылған үй болса ала алады оны. Кепілге қойған болса, мысалы қыстың күні болсын, басқада оның мүлкін шығару арқылы сатуға болады. Оның басқада мүшелері бар ғой. Әйел бар, бала шағалашы, оны да көзқарасын қарастыру керек. Көрдіңіз бе, бұл жерде азаматтық дауыл мәселе пайда болды. Менше заңда егер кепілге қойылмаған болса, жалғыз баспананы тартып ала алмайды. Егер кепілде тұратын болса, оны қалай тартып алмайды? Оны тартып алатын секілді. Ол уже азаматтық іспен қарастырылады. Яғни жаңағы заңгер мырзаның айтуы бойынша, ол яғни үлесі бар, әрбір азамат. Ол үлеспен оның барлығы сот арқылы қарастырылады. Сенің әкең кезінде кепілге қойды деп балаларын далаға шығарып тастамайды ғой. Оның бәрі азаматтық заңнама ретінде, азаматтық заңнамада қарастырады. Жалпы негіз ол кепіл заты болса, ол тәркіленуге, сатуға жатады негіз жалпы. Бірақ ол жаңағы қалайнан тәркіленеді, қалайнан алынады, оны азаматтық заңнама бойынша қарастырады. Себебі оны кепілге қойған кезде сол жердегі жаңағы адамдардың барлығы разылығын беру керек. Бірақ тәжірибеде кеңінде мен талай кездесіп жүрмін, соңында бұзуға тырысады. Кезінде мен білместіктен қол қойдым, әйтпесе мен жаңағы хабарым болмады деген сияқты. Біз тәжірибеге сүйенетін болсақ. Әрине бұл жерде банк ұтылып тұрған жоқ, банк өзінікін алады. Жеме-жемген кезде адамдар баспана туралы, яғни мен түсінген, баяғыда банктер қарызын төлемесең, атыңда не бар, соның бәрін сатылмауға қойып, қарызын өтеп алатын. Енді кепілде болмаса, жалғыз баспанадан болса, оны мен тартып ала алмаймын. Әрине. Солай ғой. Бұл тек баспанаға тиісті. Баспанаға тиісті. Көлікті ең өзек сол баспана болып тұр. Баспана. Осы жерде және бір нәрсені анықтамайыншы, осы халыққа көп сұраулар келіп жатыр. Соңға өтініш бердің. Жаңа порталға түсті. Кім шешім қабылдайды? Қанша уақыт шешім қабылдайды? Ол портал бізге түседі. 20 күннің ішінде біз қарастырамыз. Ол тиісті құжаттарды салып, ол кісі шынымен төлей алмайтын қабілеттігін дәлелдейтін құжаттарды берсе, онда ол кісіні банкрот деп жариялаймыз. Банкрот деп жариялай алады ол кісі өзін, біз оған банкроттығын қабылдаймыз. Банкроттықтан кейін оны 6 ай тағы да іс-әрекетте жүргізіледі. Шын жалған банкроттықты анықтау мақсатында біз жүргіземіз бақылау. Соның нәтижесінде егер де ештеңе табылмаған болса, 3 жылға дейін ол кісіні мониторингті жүргіземіз. Ол кісіні банкрот деп бүкіл қарызын жоямыз. Енді жойылады. Және де 3 жыл ол кісі мониторингте болады. Қаржылық мониторингте жүзеге асырылады. Жаңа керекті құжаттарды сол жердегі мамандар айтады ғой, Керекті құжаттар болғанда, мысалы енді кімнің алдында қарызсың? Не үшін төлей алмайсың, қандай себептермен, яғни жалақың жоқ, жұмысың жоқ, соны тиісті өз дәлел болатын заттарды салу керек қой құжаттарды, бір сөзбен айтқанда. Ол тек қана банк алдында қарыз, мысалы банк болса, коллекторлар банктармен қандай іс-әрекет жасадың, ол қарызды өтеу үшін. Егер банк мысалы қарыз өндірушімен сіз өзара келістіңіздер, сізге қарыз өндіруші мен сен берген неге келіспеймін, сондықтан сенмен жұмыс жасамаймын десе, яғни сол құжаттарды, тиісті құжаттардың бәрін салып, сосын барып өткізу қажет. Осы жерін сәл бір анықтап алайықшы, себебі алдыңғы жобаларда бұл нәрсе жоқ сияқты еді, мен көңіл бөлмеген екен. Қазіргі соңғы несінде заңда жаңағы банкроттыққа беру үшін сен жаңағы қаржы ұйымына барып, өзің сол екеуің арасындағы әңгімені шешіп алуың керек екен. Бізде көпшілігі жаңағы қашып жүргендер бар ғой 5 жылдан бері. Олар жаңағы қаржы ұйымына барғысы да келмейді. Сондықтан олар қазір бару керек, Бару керек. Менің жағдайым осындай болды деп, өзің қаржы ұйымының алдында. Келіспеген жағдайда егіншілер. Сол келіспеген жағдайда ғана... Жалпы негізі халық қарызды өтеу үшін бірінші мақсат қарызды өтеткізу. Қандай болсын?
Негізгі банкроттықтың мақсаты мүлкі арқылы болсын, белгілі бір табыстары арқылы болсын, қарызды өтеп беру негізгі мақсат. Ол жайдан жай қарызды ешкім кешірмейді. Қарызды ешкім кешірмейді. Ең бірінші кезекте қарызды өтеу. Банкроттықтың негізгі мақсаты ол қарызды өтеткізу. Енді өтеп бере алмайтын адамдар деп айтып отырмыз ғой. Өтеп бере алмайтын жағдайлар. Мүлдемен өтеп бере алмайтындар да бар ғой. Сондай өтеп бере алмайтын жағдайларды әрине бұл заңды сол өтеп бере алмайтындар туралы айтайық та, енді өтеп бергісі келіп қашып жүргендер олар басқа енді. Осы жерде мынау өтеп бере алмайтындар жаңағы қаржы ұйымына барса, егерде олар жаңағы разы болмаған жағдайда сен ертең жаңағы өтініш беретін болсаң да, егерде соның қандай анау қаржы ұйымына айтқан нәрселеріңмен сендердің тексеретін нәрселердің айырмашылығын кім анықтайды? Оның барлығын біз бүгінгі күні уәкілетті орган ретінде мемлекеттік кірістер комитеті белгіленген. Ресурстардың жете ме, ананың барлығын анықтау ғой? Енді біз банкроттық бұл бірінші мәселе емес. Жүздеген мың адам хабарласады. Енді бүгінгі күні біз заңды тұлғалардың банкроттығымен жүзеге жұмыс жасап жатыр. Заңды тұлғалардың жалған банкроттығы бойынша, жалпы банкроттық бойынша біз іс-әрекеттер жүзеге асырылып жатыр. Комитетте, мемлекеттік кірістер комитетінде барлық демей ақ қояйын, бірақ ресурстың 80% бар. Бұйырса ертең жалпыға бірдей декларациялау басталады. Яғни жеке тұлғалардың барлық табыстары мен кірістері келеді. Яғни біз оның барлығын бақылауға аламыз. Яғни әрбір егерде жүзеге де жобадағыдай болатын болса, егер халықтың тапсырған декларациясымен ақ бақылап отырамыз. Қайдан келді, не алды, не сатты, қандай табыс алып жатыр, қайда кетіп жатыр. Жалпы мемлекеттік құзыретті органның біздің ресурстарымызды дамыту мақсатында цифровизация саласына өте көп қаражат құйылып жатыр. Сондықтан енді әрине бірден жақсы жұмыс жасап кетеді деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де бұл бағытта жұмыс жасалып жатыр. Түсінікті. Енді мына нәрсеге шектеулерге де тоқталды. Банкрот деп жариялауды оңай емес қой. Одан кейін 5 жыл бойы сен банктерден кредит ала алмайсың. 5 жыл бойы банктер өткенде дабылған айтпақшы ана талап алынып тасталды ма? Шетелге шығу. Шетелге шығу мәселесі мәжіліске кіргенде ол болған. Бірақ біздің ел қалаулылары ол адам басын, жеке басын конституциялық құқығына сәйкес келмейді, және де ол болмау керек. Жайдан жай белгілі бір өзің банкрот деп жариялаған адамның құқығын шектеуге болмайды, тек қана сот тарапымен болатындықтан ол мәселені алып тасталған болады. Яғни 5 жыл несие аламайсың, 7 жыл өзін-өзі банкрот деп тани алмайсың, және 3 жыл бойы қаржылық бақылау мониторингінде болады ол азаматтар. Яғни 5 жыл деген тек қана банк емес қой, барлық жерде онлайн болсын, микрокредит ұйымдар бәріне қатысты. Барлық несиеге қатысты. Және де бұл айта кетерлетін жағдай, бұл заңнаманың арқасында банктердің несие беру саясаты да өзгереді деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі күні қаржыны тарата берсе несиені, бәрібір де ол тұлға қайда барады? 5 жыл бола ма, 10 жыл бола ма, ол қарыз болып тұра береді, бізге қайда кетпейді деген сияқты әңгіме болған. Мүмкін сондай саясат болған шығар, сондықтан да осылай тарата берген шығар. Ал бүгінгі күні ол несие берерде ойланады. Ол қаражат қайтып келмесе, не үшін ол тарата береді? Сондықтан ол ойланады. Тағы бір мәселенің басын ашып алайық. Жарайды, жаңағы банкрот деп жариялады. Оның қарызы автомат түрде жойылып кете ме әлде мемлекет өтеп бере ме жалпы? Осындай жағдайда. Қарызды ешкім өтемейді. Яғни жаңа тұлғаның бар мүлкімен жабылғаны жабылды, жабылмағаны күшін жояды. Ол қарыз жойылды деп есептелінеді. Бірақ егер де 3 жыл барысында, мониторинг барысында, егер де ол шынымен жұмыс істемейді, жоқ, жоқ, ол жұмыс істемейтін болсын, ол 3 жылдың ішінде оның жағдайы жақсарса, оның белгілі бір әлеуметтік жағдайы жақсы болып кетсе, онда ол мәселе қайтадан көтеріледі. Осы жерде қаржылық бақылау деген жерге оның жеке мобильді аударымдары да тексеруге алынады ма? Міне халықта осы ертең сұрақ пайда болады ғой. Негізгі болашақта ол барлық іс-әрекеті қалғау керек. Яғни барлық аударымдары бақылауда тұрады. Мысалы, ол қарызым жоқ деп айтады, мысалы төлей алмаймын дейді, бірақ шетелде демалып жүруі мүмкін. Қай қаражатқа шетелде демалып жүр? Бір 2 миллион, 3 миллион қарызын төлемей жүріп, 2,5-3 миллионның мысалы курортына барып жүрсе, мысалға жалпы айтылған. Ол бар ол жағдай. Ондай жағдайлар өте көп. Мысалы, жай өзіміздің тәжірибеде алғанда да заң тұлғалардың банкроттығында 1700 азамат бүгінгі күні субсидиялық жауапкершілікке 102 миллиард теңгеге мойын ілінді. Яғни ол өзін банкрот деп жариялап, жалған банкроттық арқылы қарыздан құтылмақшы болған азаматтардың барлығы. Бүгінгі күні ол қарыздар ол кісілердің мойнында, сәйкесінше олар бәрі өтеп шығады ол қарызды. Өтемесе өмір бойы. Мына мәселені басын ашып алайықшы біздің көрермендерге. Ол шынымен банкрот деп жариялады, жұмыс үшін. Бірақ күндердің күнінде 2-3 жыл өтеді, 4 жыл өтеді. Ол қайдан ресми жерге жұмысқа тұруы мүмкін. 120-150 мың теңге айлыққа. Сол кезде ана мәселе қайта көтеріледі ғой, кредит. Жоқ, ол бірден оны көтеріп 3 жыл бойы мониторингте болады. Яғни ол оған табыс тап деп табыс таппа деп айтылмайды. Оның өзінің белгілі бір минималды шарттары. Жұмыс істеп жүру керек ол сонда. Жұмыс істесін, жұмыс істеуге шектемейді оны. Жұмыс істеуге болады ол. Ол мәселе жағдай жақсы болғанда, ол яғни қымбат көлік алуында,
көлік алу мәселесі, баспана алу мәселесі, ол қайдан келді? Оның барлығы әке-шешесінен келуі мүмкін, сыйлауы мүмкін мысалға. Не болмаса несиеге алып жатса ше, көлігінде ол несие аламайды, ала алмайды. Үш жыл мониторинг жүргізеді. Қаржылық мониторинг жүргізеді. 3 жыл қаржылық мониторинг бақылауда болады. Егер де шын ол бірден жағдай жақсы болып кетсе, онда сұрақ қайдан? Ал егер де ол бір қалыпты жағдай жақсарып, яғни өзінің адал еңбегімен көтеріліп жүрген азаматтарға біз не үшін сен оны төлетеміз? Яғни уақыт өтті, болды ол кісіні. А егер де аяқ астынан аспаннан 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін көлік бір жақсы бір баспана пайда болды, не болмаса көлік болды, не болмаса шетелде тайранда жүр, не болмаса банктың шетелін алып шықтықта миллиондаған қаражат айналып жатыр. Онда сұрақ қайдан? Енді мынау 90 күн мен 1 жылдың арасында. Естіп жатсыздар, өткендегі біраз дау болған шетелге шығып, ол талап қалыптастырды. Айтпақшы, одан кейін мынандай да бір бастапқы жобасында талап болған банкрот деп жариялардың алдында сен міндетті түрде қаржылық сауатын арттыру курсына қатысуың керек деген секілді. Енді жаңағы 3 жылдық бақылаушыда тұру деген нәрседе мынау шетелде бір қызық тәжірибе бар екен. Адамдар жұмысқа бармайтын жерге де жұмысқа орналастыру мәселесі бар. Осы мәселеде егер де жаңағы қазір айтқан нәрсең бір қызық болып тұр да, егер де сол бұрынғы кезде мына благоустройстводан жаңағы қоқыс жинауға бармаушы еді. Егер де оны барқызсақ, ол жерден жақсы табыс тапса, онда жаңағы анау банкрот емес деп жариялаймыз ба? Қызық болып қалды ол. Оның табысын қарау керек, айтып тұрмын. Яғни табысының мөлшеріне байланысты. Мөлшері белгіленді ме сол табыстың? Қандай болу керек? Прожиточный минимум ғой, минималды. Минималдыдан асып кетпеу керек. Асып кетпеу. Ең төмен күнкөрістен бізге 32 мың салды ма? 42 мың болды. 42 мың еді. Отбасы мүшелерімен есептегенде. Бала шағасы бар, несі бар, кім бар ол. Сонда адам санынан асып кетпеу керек болып тұр ғой. Сол мөлшерден асса, ерекше бақылауға түседі ғой сонда. Ол бақылауда жүреді. Қайтару керек болады. Ол бірден қайтарылмайды, оның бәрі анализ жасалынады. Оған байланысты қазіргі күнгі 60 күндік меже, осының барлығы қалай жүзеге асырылатыны қазір қарастырылады. Қазір бұйрықтар ұйымдастырылып жатыр. Декамис ретінде осы заң жобасы қаншалықты бір оң нәтиже бере қояды деп ойлайсыздар сіздер? Мен айтайын, экономикалық жағынан бұл өте үлкен бір резонанс болады деп ойлаймыз. Себебі жаңада айтылып өтті, қаржылық ұйымдары бүгінгі күнде, маған мәселен күнде жаңағы банктердің, енді атын айтпай қояйын, келеді. 5 миллион ал, 10 миллион ал, жаңағы онлайн алғын дейді. Сондай нәрселерге бұл қазіргі күндегі мынау қаржылық ұйымдардың жауапсыздығы бұл. Яғни сол менің мәселен ақшам бар ма, табысым бар ма, мен пенсияда зейнеттегі адаммын. Маған осы кеп тұрғаннан кейін олар өздерінің жаңағы активін көтеру үшін, яғни көбірек несие беріп, пайызын көбірек алу үшін, яғни дәулетті болу үшін не дейді әлгі тәуекелге барып жатыр. Олар ертең соны жауапкершілігі көбірек болады. Жаңағы банкрот болған адамдардың ақшасы сол қаржы ұйымдарының несіне не дейді әлгі шығынына жатады. Олар өздері шығындалу керек. Мемлекет өтемейді. Мемлекет өтемейді. Онда ендеше онда жауапкершілік күшейеді. Оң солды қарыз беруді қояды. Себебі олардан провизия дейтін нәрсе бар. Сол мәселен 100 несие берсе, соның бір 5-6-ы рискі тәуекелді болады. Сол провизиясының мөлшерінде олар өзінің сол жаңа жауапкершілігі жоғары болу керек. Мен осы жағына бұл заңна өте үлкен өзгеріс болады. Яғни экономикалық әсері болады деп ойлаймын. Мен де бір қоса кетсем, мына қаржылық ұйымдарда маған да мысалға SMS келіп тұр, сізге осындай мөлшерде несие алуға сізге шығып тұр деп. Соны әрі қарай бетіп басып көрсеңіз, пайыздық үстемесі 1000-нан асып тұр. Бізде пайыздық үстеме өте үлкен. Соны неге біз заң жүзінде, мысалға қазір 56-дан аспау керек қой, заң бойынша. Ал енді сонда мысалға жаңа қиналып тұрған адам қазір баласының бір оқуын төлеу керек, не білмесе енді осы бір соңғы жағдайда тұр, амал жоқ алады. Мүмкін мен кішкене уақытта жауап қоярмын. Ал сол 10 мың теңге қазір 150-ге дейін, одан да көп 500 мыңға дейін өсіп кетіп жатқан жағдай бар. Осыған қандай бір шектеу бар, мысалы. Сіздердің кірістер комитетіне неге осы бақыланбайды? Расында осы бар ғой, онлайн микрокредит мәселесі өте өзекті. Өте өзекті, кішкене ғана сумма береді. Сосын екінші мәселе. Мынандай аппараттың алдында тұрып, мысалға бір 10 мың теңге, 5 мың теңге алып, бір қатты қиналып тұрған адам. Сосын ол деген кетеді бір 150-500 мыңға дейін. Сосын екінші мәселе осының қайтарымындағы жаңағы төлем картасында. Мысалы, осы жерге банктерге кішкене тыйым салу керек сияқты. Өйткені мысалы қайтар басындағы 6 ай сіз тек пайыздық сыйақыны қайтарасыз. Не үшін онда әділетсіздік орнауы керек? Сіз нақты мысалы, сіз 60 мың құясыз ба?
банк өз тарапынан ең болмаса 50-50 жасау керек қой. Мысалы 60 мыңның 30 болса да жоқ қой. 30 мыңын несиенің сыйақы ретінде 30 мыңын негізгі қарыздан алып, ал бізде банктер керісінше, мысалы 60 мың басындағы 6 айдағы 60 мың төлемнің 50 мыңына дейін бізде несие сыйақыны қайтарамыз. Сосын 10 мыңы ғана ол жерде несиеге отырарда келісімшартта мен өз тарапынан банк жүйесінде істеген адамның аннуитет деген нәрсе бар. Аннуитет деген нәрсе мәселен жаңа 5-ші жылға тоқтамаған кезде сен қиналмайсың ғой. А мына бірінші төлеген кезінде үлкен болған үшін мынау үстіндегілерін алып бияқа тастайды ғой. Сол кезде тек қана пайызы қалады. Ол заң нәрсе. Жоқ, оны мен заңды екенін түсініп тұрмын. Бірақ осы жерде де кішкене халыққа тиімдірек жолын қарастыру керек. Банкте айтпайды ғой, сіз дифференциалды түрде немесе жаңа аннуитет осы екеуінің біреуін таңда деп соны ешқандай банкте айтып жатқанын көрген жоқпыз мысалға. Енді халыққа ыңғайлы болу үшін аннуитет болады ғой. Сауатсыздығы да бір жағынан бар. Жоқ, енді олар білмейді ғой. Мысалға ол 1 жыл төлеп келді, әлі тек қана үстіндегі пайызын төлеп. Бірақ шартта жазылады, танысты қол қойды деп. Олардың көпшілігі майда әріппен оны оқымайды да басында. 30-40 парақпен беріледі. Ләззат, кестеде көрінеді, мұна пайызы қанша, негізгі төлем қанша бар. Жоқ, кестеде көрсетіп береді, бірақ негізгі жаңағы төлемдердің көпшілігі мына айтып тұрған, мен неге толығымен қосылам, басында тек қана жаңағы пайыздық үстемесін ғана жабылады. Сонан кейін барып ол келесі жылы. Жақсы. Енді адамда жеке тұлғаларды банкроттау институттен біраз елдерде бар ғой, біраз тәжірибесін қарап шықтым. Мен өткен мынандай нәрсе ойға келді. Адами факторлар болады ғой бізде. Соларды негізі кіргізу керек пе деп. Мысалы үшін мен ай сайын несиені төлеп жүрген адаммын. Құдай сақтасын, әртүрлі жағдай болып, жол апатына түсіп қалуы мүмкін. Бір отбасы асыраушысынан айырылып қалуы мүмкін. Не болмаса жап-жақсы жұмыс істеп жүрген адам білмейсің ғой не қылып тұрғанын. Жол апаты болып мүгедек болып сен коляскада отырып қалуы мүмкін. Сол кезде маған қарайласатын мемлекет бар ғой деген бір түсінікті қайтаратын. Неге сондай бір жолдарды енгізбеске болмады деп тағы бір ойлайсың. Осы жерде бір кемшілік болса заңдағы несие төлеп отырған асыраушысынан айырылып қалды. Осы заңдағы бір ерекше жағдайлар ескерілмей кеткен. Әлеуметтік жүйе бар ғой, ол бюджеттен 4 триллион ақшаны біз осы жаңа сен айтқан нәрсе. Жоқ, ол әлеуметтік асыраушысынан айырылған берілетін сумма деген өте аз ғой. Баланың санына беріледі. Мүгедек болып қалсаң, жұмыссыз болып қалсаң, қазір жұмыссыз болғанға да ақша беріледі. Ең болмаса олардың алған кредиті бар шығар. Кредиті бар шығар. Мен 500 теңге соңғы айфонды алған адам кешірде отырған. Енді мен жаңағы қаржы ұйымдарының жанында болып мені не қылмаңыздар. Егер де сен бір кездейсоқ болса, сол жаңағы ең бірінші мынау Ләззат айтқандай, егерде тамақты жаңағы каспий ретке емес, сен егерде қиналсаң әлеуметтік жүйеге жүгінуің керек. Себебі біздің бюджеттен мемлекеттің бұл функциясы, мемлекеттің қызметі, сен қиналған кезде саған жәрдем беретін бұл мемлекет. Сол үшін халықтың бәрі салық төлейді. Сондықтан сен банкке емес, жаңағы әлеуметтік ауылдың әкіміне, ауданның әкіміне, әлеуметтік қызметке барғын. Солар саған бірінші жәрдем берсін. Жәрдем береді де. Жәрдем өте 4 триллион ақша, бюджетіміз 18 триллион болған болса, соның 25% соны жәрдем кетіп жатыр. Кез келген жәрдем жеме-жемеге келген сол қолданыста бар ма сонда? Бар. Адам осынша әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмектер беріліп жатыр. Сізге бүгін керек. Енді сіз оны рәсімдегенше уақытымыз сәмендалып қаптан үшіншіге қысқаша тоқтала кетейікші. Енді мен төлем қабілетін жақсарту бойынша, жақсартпаса мен соңында қайтарам төлеймін дейтіндерге мүмкіндік беретін үшінші. Жалпы негізі бәрі ең бірінші мақсат ол төлем қабілетін қалпына келтіруді қолданған дұрыс жалпы. Ол 5 жылға дейінгі бөліп береді қарызды, үстемақы, төлем өтемақы бәрі тоқтатылады, мәжбүрлеп өндіру шаралары тоқтатылады. Сот арқылы барасыз, белгілі бір кесте белгіленеді, сол кесте бойынша төлеп шығады. Және де бұл азаматтарға банкроттық шаралар артпайыз алып тастайды ғой үстеме, енді қосымша жүрмейді, тоқтатылады, барлық шаралар тоқтатылады. Яғни содан кейінгі ол азаматтар өзін банкротта қолданатын шаралар бұл азаматтарға қолданылмайды. Яғни ол несие алу мәселесі, банкрот деп жариялау мәселесі, не болмаса мониторингта болу мәселесі, ол мәселелер бұл азаматтарға қолданылмайды. Бұл жақсы екен, бұлай қарасаң 5 жылға бөліп береді, артық үстеме. Мына жерде тағы бір мәселе де, егер де алынған шартта көзделетін сома 5 миллионнан асатын болса, егер сот оны бекітетін болса, ертеңгі күні борышкер сол міндеттемені орындаудан бас тартатын болса, сотқа жүгініп, атқару парағын алады да, жеке сот орындаушыға береді. Ал енді жұмыс жасаңды тәркілейтіндер деген сияқты. Бүгінде осындай мәселесі бар. Енді уақытымыз сәмендалып келе жатыр. Қысқаша айтқанда, жаңа енді қалай банкрот деп жариялаймыз дейді. Соңға бару керек, халыққа қызмет көрсету орталығы,
не болмаса жаңа сот мемлекеттік арқылы істер органдарына барады, не болмаса сот арқылы банкроттық өзің жаңа келесі қаржылық ұйымдармен бірлесіп бір шешімге келуің керек деген секілді. Бірінші сол қаржы ұйымына бару керек екен да, алдын қаржы ұйымына. Көпшілік қажады ғой керісінше. Мен өзім бірнеше адамдар қасым жүр. Жалпы қарыз берушімен. Кез келген кісінің алдында. Мен сізден қарыз алуым мүмкін, бірақ мен төлей алмай қаламда, мен сізге айтамын, мен төлей алмаймын, мен өзімді банкрот деп жариялаймын. Екі жеке тұлға бірін-біріне қарыз беріп жатқан замандар болды. Распискамен. Сол секілді ол тек қана қаржы ұйымдары емес. Ал сол распискамен қазір көбінесе соттық жүйеде оны ешқандай дәлелдей алмайды, оның күші жоқ деген сияқты әңгімелер бар ғой. Ондай жоқ па қазір? Даже міне сот деп жатсыз ғой, соттың өзінде қаншама адамдар маған келеді, жүгінеді, соттың өзі айтады, айналайындар, сендер маған келдіңдер, мен сендер уақыт беремін ымырласуға дейді. Ана екі жақты татуластырып отырғызады. Сондықтан мына механизм өте жақсы. Енді жаңа сіздер айтқандай еді, банктердің де мына саясат сәл өзгерсе жақсы болар, жауапкершілік. Өйткені бизнесті қолдағаннан гөрі білесің ғой, барлығы тұтынушылық несиеге дейін қояды. Бұл енді тезірек баю, тезірек табыс табудың әдісі ғой. Тұтынушы несие демекші, осы тұтынушы несиеге қатысты бізде бұл жыл осы мәселе бойынша көп өте шағым түседі. Банкрот деп жариялап беріңдер. Телефон алып едім, банкрот деп жариялап беріңдер деген адамдар өте көп береді. Анау бір студент қыз, мен стипендияма есептеліп алып едім, бірақ стипендияны түсіп қалды, мен төлей алмаймын, мен банкрот деп жариялап деген хат. Айналып келгенде қарыздан құтылу оңай емес, уақытымыз тәмамдалып қалды. Қазақта әбедем әнеді, пұшық шіркін қорғыл дейтін сөз бар. Заңға енгізілген өзгеріс жақсы, бірақ оны іске асыру қалай болар екен? Бұл билікке сын, көп нәрседен уақыт көрсетеді. Уақыттарыңыз бөліп қойғаныңыз рахмет. Аман жүздескенше.